Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен табада пісетін пицца рецептімен бөлісемін. Бұл пицца қарапайым заттардан дайындалады. Бізге қажеті ұн, ашытқы, тұз және де қант, әрине жылы су. Ашытқымызды суға салып, араластырып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Тұз бен қантымызды ұнымызға қосып, сәл араластырып жібереміз. Ақырын-ақырындап суымызды құйып қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспау қажет, қажетінше ұн қосамыз. Төменде описание бөлігінде ұнның мөлшерін көрсетемін, алайда әр ұн әртүрлі, сол себепті біреуінде көп, біреуінде аз ұн кетуі мүмкін. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң, ыдысымызға салып, бетін пищевой пленкамен жауып, 1-1,5 сағатқа, яғни көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді, енді ақырындап алып, табамыздың пішініне қарай жаятын боламыз. Ыңғайыңызға қарай қолмен немесе оқтаумен жаямыз. Жайып болған соң табамызға майымызды құйып, қыздырып, пиццамызды шамамен 5 минуттай пісіреміз. Пиццамыздың начинкасын дайындаймыз. Ірімшікті үгіткіштен өткіземіз. Қызанақты турап аламыз. Мен қызанақты уже турап қойдым. Жалпы салмасына өз таңдауыңызға қарай фарш немесе шұжық қолдансаңыз болады. Пиццаны қызарғанша пісіріп, келесі бетіне аударамыз. Бетіне кетчуп немесе томатная паста жағамыз. Жағып болған соң ірімшігімізді себелеп, бетіне қызанағымызды қойып шығамыз. Баяу отта 10 минуттай пісіреміз. Мінекей пиццамыз дайын. Пицца қарапайым заттардан дайындалады және жұмсақ болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.